Сәлеметсіңдер ме балақайлар? Бүгін мен сендерге Нұхтың кеме жасауы туралы айтып беретін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, және де видеоларымды соңына дейін қарап шығуларыңды өтінемін. Олай болса, тыңдай қойыңдар. Нұхтың заманында бір алып адам болыпты. Оны Құж деп атайтын. Құж кесір мінезді, ешкімнің ақылын алмайтын, оң істі терісінен істейтін қыңыр болыпты. Ұзын бойы таудан асып, бұлттар алқа сияқты мойнынан киіліп тұратын. Ол жалғыз өзі таудың үңгірінде тұратын. Құждың бір ғана қайғысы қарнын тойғызу еді. Ішегі тәулік бойы шұрқырап тұратын. Ертелі-кеш орманнан отын шауып нәпақасын айырып жүрді. Бірде Нұх Құжды шақырып, ағаштарды тасып беруін өтінді. Сонда Құж: «Қарнымды тойғызсаң, ағашты тасыйын. Осыған дейін майлы ас жеп, қарнымды жұбанған емес. Тойып тамақ ішу маған арман», деді. «Айтқаның болсын», деді пайғамбар. Құж ертесіне Нұхтың ағаштарын тасып берді. Жұмысы біткен соң, Нұх оның алдына бір шелпек әкеліп қойды. «Өй, мынауың жұмырма жұқ болмайды ғой», деп Құж ашуланды. «Бисмилля, деп же, сонда тоясың», деді пайғамбар. Құж «Бисмилля», деп шелпектің жартысын жегенде тоқтығы білінді. Жартысын қалтасына салып алды. Қарны тойғанға мәз болып жөніне кетті. Нұх Жәбірейілден «Ағаш дайын, кемені қалай жасаймын?» деп сұрайды. Жебірейіл періште үйректі көрсетіп: «Анау үйрекке қара, кеменің тұмсығы үйректің мойны сияқты иіліп, алға қарай шығып тұрсын. Тұмсығы желді қақ жарып айнымай жүзу үшін керек. Кеменің арты үйректің құйрығына ұқсасын, бұрылғанда оңай болады. Үйректің бауырында денесіне су дарытпайтын май болады. Сен де кеменің астына қарай май жақ. Сонда кеменің ағашы шірімейді», деп кеңес береді. Ел жұрты жиылып: «Теңіз жоқ жерде кеме не үшін керек?» деп әжуалады. Сонда пайғамбар: «Ертең Алла топан су қаптатады, құрғақ жер қалмайды. Әлі де кеш емес. Қорқыңдар Құдайдан. Тәубешілді Алла апаттан аман алып қаламын деп уәде етті», дейді. Теңіз алыс болғандықтан кеме олар үшін жат еді. Бір күні бір сайқымазақ кемеге кіріп, дәрет сындырып кетеді. Онымен қоймай, Нұх дәретхана салып жатыр деп сөз таратты. Ел жұрт кеменің ішіне дәрет сындыруды әдетке айналдырды. Кеме зәр сасып, іші нәжіске толды. Нұх: «Уа Алла, енді не қылдым? Кеме әбден былғанды, қалай тазартам?» деп зар иледі. Сонда Алла тағала: «Кемені кім былғады, сол тазалайды», дейді. Ертесіне шаһар халқына Алланың әмірімен қотыр келеді. Адамдар жаппай қышынып қасына бастайды. Тоқтаусыз қасынып,
үсті бастары жосадай қан болады. Қотырға ем таппай дал болады. Баяғы сайқымазақ әдетінше кемеде дәрет сындырып отырғанда қотырын қасимын деп нәжісіне тайып жығылды. Сол сәттен бастап қышуы сап тыйылды. Қуанып кеткен ол елге жар салып, «О халайық, кемеде шипа бар, кім ішіне барып аунаса қотырдан құлан таза айығады» дейді. Өңкей кесел кемеге лап қойды. Кірген бойда нәжіске қарамай аунай бастады. Расында да бәрі жазылып, жандары жай табады. Олар бір-біріне «Бұдан бұлай кемеге дәрет сындырмайық, ауырғанда таза жерге аунайық» деп, оны жуып шайып, айнадай жарқыратып қояды. Нұх Алланың шеберлігіне риза болады. Кеме дайын болған соң, Нұх пайғамбар «Я Алла, кемеге жетерліктей азықты қалай жинаймын?» деп сұрайды. Ұлы Алла «Құлым, қам жеме, ертең кемені азыққа толтырамын» дейді. Нұх пайғамбар ертесіне келсе, құмырсқалар аузына бір-бір дәннен тістеп, кемеге тасып жатыр екен. Нұх оларға риза болып, кемеге ең алғаш құмырсқаны кіргізіпті. Азық-түлік жиналған соң, Нұх «Топан су қашан келеді?» деп сұрады Алладан. «Әйеліңнің тандырынан су шыққанда» деді Алла. Арада көп уақыт өтпей, әйелі от жағып отырғанда тандырдың түбінен сыздықтап су шықты. Нұх апаттың басталғанын бірден біледі. Ол өзіне ерген момындарға хабар жібереді. Өзі де асығыс барлық мақұлықтарды жұп-жұбымен кемеге жайғастыра бастайды. Осындай қапалыста есек ішке кірмей, табалдырықта тұрып қалады. Нұхты ашу қысып, «Әй малғұн, кірсейші тез!» деп айғайлап жібереді. Сол кезде ішке есек емес, ібіліс кіріп үлгереді. «Саған кім рұқсат берді? Шық!» дегенде ібіліс «Малғұн есектің емес, менің атым. Маған кір дедің өзің» деп уәж қайтарады. Нұх тосылып қалады. Сонда Ұлы Алла Тағала: «Ібіліс менің кеңдігіммен кірді, оны қума, қиямет қайымға дейін адаммен бірге жүреді» дейді. Бәрі жайғасып жатқанда топан су өрлеп келе жатады. Жұрты далбасалап тауға қашады. Судың деңгейі де көтеріле береді. Оған көктен нөсер қосылады. Селге сел қосылып, тасқын су шаһарды лезде шайып кетті. Алла Нұхқа әмір етіп: «Нұх, менің әділ Құдай, кең Құдай деген сипатым бар. Соңғы сәтте тәубе қылса да, оларға рахмет қақпасы ашық. Ең соңғы тұрғын опат болғанша кеменің есігін жаппайсың» деп бұйырады. Нұх райынан қайтқандар болса кірсін деп күтіп тұрады. Таудың ұшар басына тығылғандар кемеге жете алмай, сол жерде опат болады. Топан су толық басқанда есік жабылды. Нұх пайғамбар қарбалас болып бидай дәнін ұмыт қалдырады. Тәңірдің адам атаға арнайы берген несібесін ұмытқанына уайым шегеді. Не істерін білмей торығып отырғанда қасына ит келіп, аузына тістеген бидай масағын береді. «Ризығымды өзіммен бірге ала кірдім» деді ит. Нұх оған риза болып: «Менің ұрпағымның адал серігі, үйдің құты бол» деп басынан сипапты.
Жаңбыр 40 күн 40 түн нөсерлетті. Сұрапыл апаттан 2 мақұлық аман қалды. Бірі Мыстан кемпір, екіншісі Құж. Мыстан кемпір суға батпай жүре беретін. Құрғақ құрлық қалмаған соң, тамақ таппай ақыры аштан өлді. Топан су Құждың тізесінен зорға шығыпты. Ол қарны ашса, судан балық сүзіп, оларды күнге қақтап жейтін. Құж құрғаққа шықпаған соң, сираға шірей бастайды. Балтыр еті жидіп, сүйегі көрінгенде жүруден қалып құлауға айналады. Сол кезде Нұхтың кемесі алдынан шыға келді. Шайқалақтап әрең тұрған Құж тура кеменің үстіне құламақ болады. Құждың қыңыр мінезін жақсы білетін Нұх, біздің үстімізге құла, кемені басып қал, деп айғайлады. Құж қырсығы ұстап кері қарай құлады. Кеме аман қалды. Құждың денесі шірігенде, сирақ сүйегі Ніл дариясының үстіне көпір болып қалған екен. Нұх 6 ай жүзді. Су тартылып, жаңбыр тоқтады. Пайғамбар кеме шалдыратын құрлық іздеді. Сонда әлемдегі асқар таулар Нұхтың кемесі маған тоқтайды деп таласты. Қазығұрт тауы ғана кемеге тұрақ болуға лайық емеспін. Тым аласамын. Асқар таулар тұрғанда Құдай мені қаламас деп тәкаппарлық көрсетпей кішірейіп тұрды. Құдайға Қазығұрттың сынық мінезі ұнады. Қазығұрт кішік болғаны үшін ұлы Алла Нұхқа кемені Қазығұртқа бұр деп әмір берді. Кеме Қазығұрт тауына сау саламат жетіп, тіршілік сол мекеннен қайта тарады. Кемеден шыққан соң үлкен мейрам болды. Пайғамбар шүкіршілік етіп той жасады. Олар көктемнің алғашқы айында құрлыққа шыққан екен. Наурыз мейрамын тойлау содан бастап дәстүрге айналған екен. Ал балалар, осымен біздің қиссамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.